Ассалаумағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Феруза Мырзаева. Бүгін шашты қалай тез өсіруге болатын керемет әдіспен бөліспекпін. Бұл менің өзімнің практикамнан өткен, тексерілген керемет рецепт. Мен кішкентай кезімнен шашымның ұзын болғанын қалайтынмын, бірақ қандай амал жасасам да шашым өсуі жылдамдамайтын. Ал осы маскадан кейін, осы әдістен кейін менің шашым өте жылдам өсетін болды. Шашты қырқу мен үшін мәселе болмай алды. Яғни кез келген ұзындыққа қайтып өсіріп аламын. Ендеше біз рецептке өтейік. Бізге қажетті болады бір ас қасық бұрыш ұсақталмаған ірі бұрыш қажет болады. Оның душистый және высший деген түрлері болады екен, екеуін де қолдануға болады. Бір ас қасығымызға 150 немесе 200 мг су құйып, оны отқа қоямыз да, бір рет қайнағаннан кейін астын төмендетіп 5 минут қайнатып, сосын бетін жауып суығанша қалдырамыз. Яғни бұрышты тұнбамызды дайындаймыз. Дайын бұрышты тұнбамызды бөлек ыдысқа сүзіп аламыз. Сосын өзіміздің қолданатын су сабынымызды аламыз да бірге бір қосамыз. Менде су сабыным жарты қалған еді. Енді осы жартысына бұрыш тұнбасын қосып араластырамын. Шампуньымызға жақсылап араластырып алғаннан кейін, оны үнемі әр бас жуған кезде кәдімгі қалай қолданасыз, солай қолдана берсеңіздер болады. Яғни өте ыңғайлы, уақыттарыңызды үнемдеуге жақсы көмектеседі. Әр бас жуған сайын шашыңыздың жылтырап, әдемілене түскеніне көз жеткізетін боласыздар. Жақсылап араластырамын. Осымен біздің шашымызды өсіретін шампуньіміз дайын. Әр басымызды жуған кезде осы шампуньді қолданамыз. Жақсылап араластырып, сонда шашыңыз жылтырап, тез өскен байқайсыздар. Кәдімгі өздеріңіз түсінбей қаласыздар, қалай өсіп қалған. Мен өзім тексеріп көрдім. Одан кейін көптеген ханымдар инстаграмда бөліскенде тексеріп кеп керемет отзывтар жазып жатыр. Сіздерге де пайдалы болсын. Кішкентай қыздарыңызға да жасап берсеңіздер болады. Мен 5 жастағы, 6 жастағы қызыма жасап, шашы тез таралуы қиын қызымның шашын осы шампуньмен жуғаннан кейін өзім детский шампуньмен араластырып бердім. Кәдімгі шашын таралуы оңай болып, жылтырап, жұмсақ болып қалды. Кішкентай қыздарыңызға да қолдансаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, нәтижесімен комментарийде бөлісіп, өз ойларыңызды білдіріп кетіңіздер. Алдағы уақытта қандай мәселелерді көп мазалайды, сол жағын жазып кетсеңіздер болады. Алда соған қатысты видеолар шығаратын боламын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесіде кездескенше.